Мына видеоны көрген шығарсыздар. Мен ешкімнің де мотивациясын, медитациясын, аффирмациясын тыңдауға кеңес бермеймін. Себебі мотивация жайлы осы видеода айтып өттім. Оның сілтемесі осы эфирдің астында бекітулі болады. Міндетті түрде қарап шығыңыздар, өте пайдалы. Тек қана бір нәрсе қосарым, ол сіз өзіңізге өзіңіз мотиватор болуыңыз керек. Сонымен қатар, сіздер аффирмацияны, медитацияны өзіңізге ыңғайлап, өзіңіздің ойыңызды жазып жасаласаңыздар болады. Оның жолдарын үйрететін мен Алтынай Аман және көрсететін ол кармология арнасы. Эфирді міндетті түрде соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазып кетіңіздер. Жалпы бұл эфирдің мақсаты неде? Әр адам өзінің өмірмен өмір сүру керек. Және де әркімнің өзінің правиласы, өзінің дәстүрі болу керек. Сонымен қатар өз жоспары мен өз ұстанымы. Жалпы мен ойлаймын, өзінің ішкі түйсігін, ішкі дауысын, жүрегін, интуициясын, және де высшее я деген түсінік бар ғой, соны тыңдамайтын, әрі оны тыңдауға рухани өспеген адамдар өзгелердің медитациясы мен аффирмациясын тыңдайды. Дәл солай, оны қазір дәлелдейтін боламыз. Егер адам өзінің жүрегін тыңдаса, ол шын мәнінде көптеген дүниелерді айтады. Сондықтан көп адамдар тыңдамайды да, өзге дайын мотивациялар мен аффирмацияларды тыңдауға құмар. Ал менің айтайын деп отырғаным және көрсетейін деп отырғаным, ол өзіңіздің аффирмацияңызды дайындаңыз. Ол жалпы қалай дайындалады? Ақпаратқа өзіңіздің қандай адам болғыңыз келеді болашақта, соны жазасыз. Ол өте оңай. Барлығын тізіп шығасыз да, соны жақсылап тұрып, диктофонға оқысаңыздар болады, әлде видеоға, сөйтіп соны күнделікті тыңдап жүрсеңіздер, ол аффирмацияға саналады. Менің ойымша, өзгенің аффирмациясын тыңдау ол ақымақтық. Мысалы, мен үнемі өзімнің аффирмацияны тыңдаймын. Ал медитация деген ол жаныңа тыныштық сыйлайтын дүние ғой. Сондықтан ұнайтын әуеніңізге, әнге, бір өзіңіздің белгілі бір армандарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Негізі арман киносы деген бір сондай керемет тәсіл бар. Ол өте армандарыңызды тез орындауға көмектеседі. Ол үшін сіз өзіңіздің армандарыңыздан тұратын суреттерден кішігірім 8 минуттық кино құрайсыздар. Кино болғанда қалай? Сіздің өзіңіз мысалы барғыңыз келген жердің суретін қойсаңыз болады, және тағы да басқа алғыңыз келген көліктің суреттерін біртіндеп қоясыз. Сол фонға әдемі әуен қоясыз. Сөйтіп күнделікті 8 минут соны көруге уақыт жібересіздер. Күнделікті қарауыңыз керек. Көбінде 9 айға дейін көп кісілердің армандары орындалып жатады. Сондықтан әркімге арқалай деп ойлаймын. Егер шын мәнінде сеніп жасасаңыздар, онда міндетті түрде сіздің армандарыңыз орындалады. Сондай, яғни түсініңіздер, ол фильмде сіздің армандарыңыздың жинағы болу керек. Ендеше сәттілік, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Арнаға тіркеліп, бүгінгі тақырып жайлы ойларыңызды жазып кетіңіздер. Пока!